Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мамықтай жұп-жұмсақ, өте дәмді бургердің нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен жылы сүт қажет. Жылы сүтімізді жылытып және де үстінен жылы суымызды құямыз. Микроволновкада ерітілген сары майымызды құйып бір араластырып жібереміз. Үстінен қантымызды және де ашытқымызды саламыз және де өлшеп дайындап қойған ұнымыздың 100 грамын саламыз да жақсылап араластырып апара қоятын боламыз. Бұл жерге тұзды қосып жібермейміз, апараға тұз қосуға болмайды және де бетін жауып жылы жерге шапка пайда болғанша, яғни бір 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне осылай көтеріліп шапка пайда болғаннан кейін бір араластырамыз да осы кезде тұзымызды қосатын боламыз. Бірақ мен тұз қосуды ұмытып кетіппін достар, өкінішке орай. Және де дайындап қойған ұнымызды қосып қамыр ерейтін боламыз. Жалпы негізі ұнды шетінен қосып отырған дұрыс. Сіздердің қолданатын ұныңыздың сапасына және суды сіңіруіне, тығыздығына байланысты 30 грамм плюс-минус ұн ойнайтын болады. Міне осындай қолға сәл ғана жабысатын қамыр болады. Кейін осылай қолымызбен жақсылап баса берген кезде қомырымызға жабыспайтын, қатты тығыз емес, осындай жұмсақ қамыр болу керек. Енді осының бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 1-1,5 сағатта осылай көтеріліп шығатын болады. Енді қолымызды сұйық маймен майлап жібереміз да қамырымызды теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Мен таразының көмегімен 100 граммнан бөліп шықтым. Сол кезде менде 10 күлше нан шықты. Осы рецепт бойынша, яғни 10 бургердің наны шығады. Қажетті мөлшерлерін рецепті видео астына описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Міне барлығын осылай күлшелеп шығамыз. Және де видеода көрсетілгендей осындай тегіс жерге қолымызбен осылай айналдырып домалатып пергамент қағазы төселген противеніміздің үстіне орналастырып шығамыз. Барлығын осы мен беріп кеткен рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздерде өте керемет шығатын болады. Барлығын жалпы не нәрсе жасасаңыздар да барлығын өлшеп құрам бойынша жасасаңыздар бір жасағаннан шығатын болады. Барлығын осы противенге орналастырып алғаннан кейін бетін пищевая пленкамен немесе салафан қалташасымен жауып жылы жерге 15-20 минутқа расстойкаға қоямыз көтерілгенше. Міне осы шамамен 20 минуттан кейін осылай көтеріліп шығатын болады. Енді үстіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Мендегі үйдің жұмыртқасы осылай сап-сары болып тұр. Егер де магазиннің жұмыртқасын қолдансаңыздар, тек сарысына кішкене сүт немесе су араластырып жаққандарыңыз дұрыс. Және үстінен күнжіт сеуіп шығатын боламыз. Күнжіт біздің нандарымызға әдемі дәм және сән беретін болады. Және де алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығатын болады. Қараңыздар, қандай әдемі, толық суғаннан кейін барып қана кесетін боласыздар. Өздеріңіз көріп отырғандай үл-пілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып және каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода осы бургерді жинап көрсететін боламын. Қазір ішін көрсетемін. Қараңыздар, осылай іші осындай әдемі болып шығады. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.